Нұрғиса Тілендиевтің естелігінен. Ауылдан Алматыға көшіп келіп, екінші теміржол вокзалы жанындағы бір орыстың үйін сатып алдық. Күнделікті сүтке жарайтын сиыр, ешкі, қой ұстадық. Әкем ет комбинатында жұмыс істеді. Қатты шаршаған кезде ол кісі, екі ағам қайтыс боп кетті, жалғыз қалдым деп күрсініп қайғыратын. Кейде Жәкең, Жамбыл атам сонау Ұзынағаштан есекпен келіп біздің үйге тоқтайтын. Есегін байлап, алдына шөп салам. Жәкең тұйық кісі болатын, онша-мұнша нәрсеге көңіл бөлмей, шайға қанып болғаннан кейін ғана менің шешеме қарап, «Салиха, амансың ба ей?» деп қоятын. Тағы оншақты кесе шай ішіп болған соң, «Нұрғиса, сен де жүрсің бе ей?» дейтін. Мен жүрміз ата, жүрміз деймін. Ұйықтап демалып ертеңіне Көкбазарға кетеді. Көкбазар біздің үйден онша алыс емес еді. Ол жақтан керек заттарын алып кеп, үйімізге тағы қонады. Анам тамағын беріп күтеді. Жәкең сараң болатын, ол кісі бір жерде жұмыс істеп, айлық алмайды. Айтқан өлеңіне жұрт бірдеңе береді. Ол қай жыртығына жамау болады дейтін анам. Жамбыл атамның төрт айналатын белбеуі бар еді. Ақшасын соның ара-арасына сап қоятын. Ақша шоколадтың қағазына ұқсайтын. Мен шоколадтың қағазын әдемілеп бүктеп жинап жүретінмін. Атам 3 сом ба, 10 сом ба білмейді, тек ақшаның жалпы санын ғана біледі. «Әй, Нұрғиса, бері кел» деп мені қасына шақырады. «Не ата?» деп жүгіріп барам. «Мынаны санап берші». «Қазір ата». Шоколадтың қағазын күні бұрын дайындап қойғам. 10 сомдықтың бірін алам да, орнына шоколадтың қағазын салып қоям. Ертеңіне ол ақшаға кәмпит сатып ап жейтінмін. Оны Жамбыл атам білген емес. Вокзалдың маңынан шөп орамыз, шөмеле етіп жинап қоямыз. Оны біртіндеп қораға тасимыз. Мен кешкілік қора маңындағы үйілген шөптің басына шығып домбыра тартам. Көршілер орысы, татары бар. Шешеме, ойпырмай, балаң қандай бала, үйілген шөптің басына шығып домбыраны зарлатып тартады да отырады. Басқа нәрсе білмей ма? Дейді екен. Бірде үйімізге бір көзі жұмулы, түрі қорқынышты бір кісі келді. Мен зып беріп үйдің төбесіне шығып кеттім. Әлгі кісі асықпай адымдап ішке енді. Бір кезде шешем ауызғы бөлмеден, «Әй, Нұрғиса, төмен түс, үйге кел» деп айқайлады. Бармаймын. «Қой, олай деме шырағым. Ахмет Жұбанов деген ағаң сені іздеп келді. Сені сыртыңнан жақсы көреді екен». Менде үн жоқ. Барғым келер емес. Жұмулы көзден шошып қалғам. «Нұрғиса жан, сені күтіп отырмыз» дейді шешем. Ренжіп қалар деп ішке еніп бейтаныс кісімен амандастым. «Қарағым Нұрғиса, домбыраңды алып келші». Мен барып үйілген шөптің үстіндегі домбырамды алып келдім. «Мен Ахмет Жұбанов деген ағаң болам» деп өзін таныстырып, маған 3-4 күй тарттырды. «Сенен жақсы домбырашы шығады, бүгіннен бастап музыка мектебінде оқисың» деп аты жөнімді жазып алып кетті. Кемеңгер ұлы ұстазым Ахмет Жұбановпен мен алғаш осылай кездескем.